Алма бойынша екінші дәрежелі дипломмен Раббим Байбозұлы Борашев марапатталады. Борашев Раббим Құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, Маңғыстау облыстық мәслихат депутаты, Арыс қаласында болған төтенше жағдайда ірі көлемде қайырымдылық жасап, мектепке жол акцияларын жыл сайынғы ұйымдастырушысы, ерен еңбегі медалімен марапатталған, құрмет құрылысшы атағына ие болған, облыс аудан әкімдерінің алғыс хаттарымен марапатталған меценатымыз. Дипломом второй степени в номинации «Жыл Тулғасы» награждается Қалпақ Наурызмағамбетов. Под ваши дружные аплодисменты. Наурызмағамбетов Қалпақ бірнеше рет облыстық аудандық мәслихаттардың депутаты болып сайланды. Ол осындай қызметтер үшін 2001 жылы құрмет орденін, 2011 жылы Қазақстан Республикасының президентінің алғыс төс белгісімен, 2016 жылы парасат ордендерімен, Астана медалімен, тың игерудің 50 жылдығы, Астана 10 жыл медальдарымен, сонымен қоса Қазақстан ауыл шаруашылығы министрлігінің алтын сапа белгісімен және Қазақстан ауыл шаруашылығы қошеметтеріңізбен марапатыңыз құтты болсын. Ендігі кезекте жылдың үздік ұйымы аталымы бойынша